күн болсын. Бүгін кезекті шырақ сәрсенбі күні 8 наурызға сәйкес келіп тұр. Бүгін енді жан-жақтан құттықтау болып жатыр. 8 наурыз аналар күні деп әртүрлі андай немен жібереді ғой, дайын. Енді мен естігенімше енді осы 8 наурыз ол тойламау керек деген сияқты. Содан бүгін аға таңертең не жіберді, күндегі несін амандасуында былай депті. Бүгінгі күн жын қуатын меңгеруге 3 түрлі қозғалыстың негізіне жалғанудың 8 қосу 3 тең 11 есебін құрайды. Сондықтан ібіліс жамағатының бұл күнді әйелдер күні деп атаудың да осындай астарлы сыры жатыр. Әйелдердің мерекесі қанына шарап беретін 8 не үшін қоса білетін күндері молынан болсын алайды деп жазыпты. Бұл енді жұмбақтап айтады ғой ағаның сөзін. Жын қуаты 8 сан туралы аға көп айтады өзінің сұхбатында. Осы жерде өзіміздің түсінігімізді айтып кетсек. Енді ол жөт түсінбедім оны. Мен де қолдап тұрмасам да 8 мартты. 8 мартты қолдап тұрма. Не себепті қолдап тұр? Енді осы жерде көп әйелдерге байланысты күн ғой. Сондықтан кім айтқысы келеді осы жерде? Мереке деген өзі кеше орыстың кезінде шыққан нәрсе ғой. Бұл біздің қазақта жоқ. Біздің мұсылманда жоқ. Бұл орыстың мерекесі. Оған бәріміз бір-екі орыс кеп десе ол артынан шаба беретін заман болды ғой. Сөйтіп шауып әбден жаман үйреніп қалғанбыз. Болмаса жай ғана сыдырып қоя салу керек болды. Басқа ештеңе жоқ. Енді сіз үлкенсіз, сіз көрдіңіз, бұрынғы ата-бабаларда осындай мейрам болды ма? Қай кезден басталды осы? Болған жоқ. Совет үкіметі. Бұрын болған жоқ. Кейін орыстар келіп, мұнда болды ғой. Иә, сол мынау тыңды меңгеру кезінен басталған сияқты. Одан да бере керек деп болды. Феминистерін істеп отқан. Жақсы. Ата осы қазақта болмаған салт дәстүр жоқ деп айтып отыр. Ал кім тағы да қосқысы келеді? Енді бұл біз енді осы заманға келгенше қандай замандар өтті да, сол кезде жолдан іліп алдық қой. Біздің ұлтымыз жолдан іліп алдық. Не шықты? СССР халқы Европаға есті аш жергеннен кейін не келді, соны бәрін іліп алдық. Кеше бауырларым құттықтап жатыр да. Енді мен басқа жерде айтпасам да бауырларым мені көтереді да. Сонда айтып отырмын, енді бұл біздің мейрамымыз емес, бізге жат нәрсе, көшеден іліп ағамыз. Соған қазір уақыт келді, бұлар үстінен сілкітіп, бұлардың бәрін түсіріп жіберу керек деді. Сол өзіміздің қазақшылықты, салт дәстүрді бұлай ашуымыз керек, үстіндегінің бәрін түсіріп жіберу керек дегендей да. Іліп алдық қой бәрін көшеден. Не келді Еуропадан, не келді сол заманның бойында бәрін бүйтіп жауып келе бердік. Соң адамдар қазір жалғанып кеткен, әдет болып кеткен. 8 март деп. Енді 8 саны бұл не ғой? Шексіз ғой? Қалай нетсең, аттасаң солай кете береді. Енді ойлаймын, Союз уақытында әйелде жақсы болды ма? Жоқ. Қалай? Шексіз. Европалық шексізіне жалғанып кетті. Шексізденіп кетті сол. Әлі кешін тоқтанбай жатыр. Шексіз болып. Сол қалай думалатса, солай жүретін 8 саны. Осыны айтқым келген еді. Жақсы. Тағы да қосарларыңыз болса, Айгүл, сізге сөз бердік. Енді бұл кеңес үкіметінен бастап келген мейрам ғой біздің мемлекет елімізге. Ол енді жаңағы неде Германияда басталған, негізі Клара Цеткен деген әйел болған. Сол оларда жаңағы сайлауға рұқсат бермейді екен да. Сөйтіп бізде әйелдер де тең құқықтымыз, бізде сайлауға қатысуымыз керек деп сөйтіп әйелдерді шығарып, сөйтіп өздерінің құқықтарын алып, жеңіп, содан бастап әйелдер күні болып есептелген екен да. Ал негізінде сол жаңағы Европа мемлекеттерінде әйелдердің құқықтарын қатты шектеген да, өте төмендеткен сондай да. Ал бізде біздің қазақта ондай емес қой. Қазақта ананы құрметтеген, қай кезде де қызды құрметтеген, қызды төрге шығарған, жалпы енді адамды құрметтегенбіз ғой, енді біз әсіресе ананы құрметтеген халықпыз да. Ол 8 март болмаса да, ол күнде Құдайдың құтты күні бізге әйелдер күні деп айтуға болады. Өйткені ол Құдайдың қай күні болса да жақсы, қай күні болса да қасиетті ғой негізі. Сондықтан
ананы құрметтеген халықпыз. Бірақ енді жаңағы ағаның несі ол осы ібіліс жамағатының ойлап тапқан енді бұл несі ғой, мейрамы ғой. Соны біз енді өзімізге қағып алып отырық та. Бірақ енді аға соның жақсы жағында бізге айтып жатыр ғой, енді 8 әйелдің қанында 8 жын болады, және 3-ті қосқанда 11 жұлдыз болады дейді әйелдің қанында, сондай діл қуаты болады дейді да. Мысалы діл дегенді енді өзіңізге діл, тіл, дін деп былай енді сайрап айта береміз ғой, бірақ сол діл деген нәрсені мен не екенін білмейді екенмін, шынымды айтқанда. Осы ата жолына келіп ағаның жазбаларын оқығаннан бастап білдім да. Діл деген ол әйелдің қанында болады екен, ол әйелдің жанымен байланысты екен. Жан деген нәрсені өндіретін әйел екен, аналар екен, әйелдер екен да. Сонда мына қазақтың мысалы ата жолында неге әйелдер көп? Өйткені қазақтың ділі оянып жатыр да, қазақтың аналары оянып жатыр. Қазақтың әйелі дұрысталмай, қазақтың әйелдері етек жеңін жинамай, ақжаулықты болмай, қазақ халқы ешқашанда жаңағы көгеріп көктемейді. Біздің еркектеріміз әйелсіз баяғы батыр аталарымыз сияқты сол қасиетті егере алмайды біздің нелеріміз, аталарымыз. Өйткені әйел арсыз болып тұрғанда ол еркек одан жоғары асып кете алмайды. Өйткені әйелде жан өліп қалатын болса, әйелде діл қуаты жоғалып кететін болса, еркектер ділді қайдан алады? Еркекте жоқ діл қуаты. Еркекте рух болады екен да? Еркекте рух болады екен, ал әйелде жан болады екен. Сонда бұл қуат алмасы ғой, біріндегі жоқты бірінен алады да. Сондықтан қазір жаңағы мысалы біздің әйелдеріміз, қазақтың әйелдері өте төмендеп кетті. Несі? Дәрежесі өте төмендеп кетті, жалаңаштанып кетті, арсызданып кетті. Енді осы әйелдерді тәрбиелеу тек қана әйелдің қолынан келеді да, ол еркектің қолынан келмейді. Сондықтан біз неге сол бізді қайта қудаласа да, қорқытса да біз неге айта береміз? Өйткені әйелді тәрбиелеу осы санаулы ғана осы әйелдердің аналарының қолында тұр да. Ақжаулықты болыңдар, етекті болыңдар, тәрбиелі болыңдар, ұятты болыңдар, арлы болыңдар деп айта беретін себебіміз, өйткені әйел түзелмей, ұлт түзелмейді. Біз ұлт ретінде құрып кетейін деп тұрған кезде, жер бетінен жойылып кетейін деп тұрған кезде ата жолы келді, әруақтар оянды. Біздің әйелдеріміз оянып отыр. Мысалы, менде түсінбейтінім да, неге әйелдер көп деп, неге еркектер жоқ деп. Бұл жаңағы біздің қазақтың жанының ояна бастағанының белгісі екен да. Мысалы, әйел етекті болып, жаулықты болып, жаңағы баласына адалдап сүтін емізсе, ол балаға діл қуатын береді екен да. Олдан кейін ол бала ол өмірден адаспайды. Ол бала өзінің орнын не қылады? Өмірден ойып тұрып алады да, ол ешқандай ол өмірдің қиындығы, сынағы, жаңағы дауы болсын, несі, жауыны болсын, ешқандай қиындыққа еш нәрсеге сынбайтын мықты ұрпақ тәрбиеленіп шығады екен да. Одан әрі жаңағы ол діл қуатын ер адам әйелден алады. Әйелден жаңағы қан шарабын алады екен. Мысалы, осы нәрсенің барлығы, осы ғылымның барлығы ешқандай жерде жазылмаған. Ол да бізге масқап айтпайды. Неге масқаптың қазақ жеріне келгеніне 30 жыл болды, неге әйелдерді киіндіре алмай жатыр әлі күнге дейін? Мысалы, масқап жолында жүрген әйелдердің өзі қазір мысалы 200-ді олар көшеге шыққанда киінеді да, үйге келген кезде шешініп тастайды. Сонда оларда не? Құдайдың білімі, құдайлық ілім жоқ та. Құдайдың ілімі ол ата жолында тұр. Құдайдың ілімі, құдайдың ғылымы ол қалаған, ол таңдаулы ғана адамдарға ғана беріледі екен. Ол біздің ағамызға берілген. Сондықтан мен түсінгенім солай. Осының сендер жақсылығын алыңдар, сендер әйелдер сендер ояныңдар деп жаңағы ағаның өзі айтады ғой, осы ата жолын кемпірлер алып шығады деп. Өйткені кемпірлерде, үлкен әжелерде не бар? Оларда діл бар. Олар ыстықты, суықты көрген, ұрпақ тәрбиелеген. Енді
енді сіздердің соңдарыңыздан қуып келе жатырық қой, енді сіздердің жолдарыңызды берсін. Біздің соңымыздан келетін әйелдеріміз көбейсін. Әйел мықты болған кезде, мықты болғанда ол физикалық тұрғыда емес, ол әйел арлы болған кезде, арлы әйел ұятты болған кезде әйел мықты болады да. Әйел арлы, намысты, ұятты болған кезде біздің еркектеріміз өте мықты болады. Біздің еркектеріміз батыр болады. Қабанбайлар, бөгенбайлар, батырлар келеді өмірге. Сондықтан біздің әрбір әйелдің қолында тұр да, әрбір қазақ әйелінің қолында тұр, әрбір қазақ әйелінің ақжаулығына келіп тіреліп тұр да. Біз мысалы ұятты болып, жаңағы орамалымызды тағып, еш нәрсе істемей қояқ, солай жүрген күннің өзінде біз осы мына мемлекеттің, қоғамның өсіп өнуіне, дамуына ықпал жасайды екенбіз. Сонда әрбір әйел солай ықпал жасау керек. Осы мемлекеттің дамуына, қоғамның дамуына, мынау ұлттың оянуына ықпал жасау керек әрбір әйел баласы. Енді ата-бабамыз ертеде айтқан ғой, бүлінген елге қатынды жіберме деп. Сондай қорғаған ғой. Әдепсіз елге әйеліңді жіберме дейді. Сонда әдепсіздіктен қорғаған, әйел адамды өте қатты құрметтеген және өте қатты қорғаған ғой. Сонда ата-бабаларымыз бұрын оқымаса да, осының бәрін жаңағыдай қайдан алған білімді? Сол құдайлық ілім олардың тазалығының арқасында оларға солай маңдай өзі ашық болған. Құдай оларға өзі ақылды Құдай берген да, өзі құдайлық ақыл болған оларда. Енді соның жұрдай болып қалғаннан кейін Алла тағала бізге Тоқберген ағаның осы жолға әкелгенде жай емес қой. Бұрын екінің бірі жоба алып отырған, аямен жүрген, қонақ келсе де біліп отырған, оның жаңағы ділі мықтылығынан, ділінің мықтылығынан, тазалығынан. Аға айтады ғой, мені бала кезімнен осыған дайындады деп, қаншама қате жібердім деп. Енді осыны үкіметіміз енді қайтып келсек, осыны үкіметіміз әлі де түсінбей жатыр. Оларға түсіну үшін әлі не істеу керек? Үкімет түсіну үшін біз айта беруіміз керек. Біз айтпасақ қайдан біледі олар, мысалы. Оларға мысалы Тоқаевқа ол кісілерге басқа ақпарат беріп отыру мүмкін да, олар сектанттар, олар дұрыс емес ағым, олар адасқандар деп. Ол Тоқаевтың басқа да істейтін тіршілігі, басқа жұмысы көп қой. Сондықтан біз тарапымыздан қозғалыс болу керек. Келіңдер, зерттеңдер деп, сол енді қайта арыз жазып, мынау бізді сотқа сүйреп жатқан мұның да бір жақсылығы болып жатыр ғой. Сендер жек көрген нәрсенің ішінде жақсылық бар дейді ғой. Оның бір жақсы жері, енді біз жайлап біз жарыққа шығып жатырмыз. Мысалы, республикалық дәрежеде бізге телеарнаға түсіріп кетті. Бізді зерттеуге келейін деп жатыр. Біз осы кезге дейін біз оны айтқан жоқпыз да. Соны айтуымыз керек еді, жан-жаққа арыздануымыз керек еді. Келіңдер, зерттеңдер, бізде осындай құдайлық ілім бар, сондай. Ағаның жазған жазбаларын әлі ешкім түбегейлі зерттеп, мысалы, сіңіріп, қорытқан адам жоқ қой, мысалы, ата жолында әлі күнге дейін. Соны біз тарапымыздан да негізінде қателік болып тұрды. Жақсы. Ал жалғастырайық апа. Айгүл түсіндіріп бір талай нәрсені айтты, жан-жақты түсінген адамға. Енді мен өзім мұғалім болдым, сонда 8 март болғанда 2 сағат сабақ мектепте болмайтын. Директордың өзі, ол бүкіл біз Совет үкіметінің барлық жерінде солай болды. Сондай балалар чат-чатыман болып, ана мұғалімдеріне бір кішкентай бір кітапшаны, өтпей қалған кітапшаның бәрін сол кезде састырушылар өткізіп жібереді ғой. Сосын гүл әкеледі, соның өзі енді балалардың әйел ұстаздарына деген махаббаты ғой. Сондай. Біз соны көрдік енді. Жаңа айтып жатыр ғой, ана не себепті басталғанын енді. Мысалы үшін әйелдер қоғамдар арасында да зор күш. Әйелдер, қазақта бір мақал бар, әйел ашуланса қазан қайнатады деп. Ал қазіргі заманда әйел тек ашуланса қазан қайнатпайды, тіпті мемлекет төңкеріп тастағалы жүр ғой қазір әйелдер. Барлығы бірігіп ап, жолды да жауып тастайды, үкіметке қарсы шығады. Енді оның бәрін қырып тастай алмайды ғой, бәрін атып тастай алмайды ғой. Сондықтан ол әйелдер шалбарды киіп ап, кірпікті жапсырып ап, қасы көзді бояп ап, әшейін бір ұрандатып,
біраз ар-ұяттарын жоғалтып, қара күштің ібілістің чабуылына ұшырап, сондай әрекетке барып жатыр. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын өзім. Қай жағынан қараса да бұл өте дұрыс емес. Қандай күшті мемлекеттер әйелдердің кеселінен құлаған. Мысалы үшін Греция кезінде өте күшті мемлекет болған ол. Соны құлатқан сол әйелдер. Осман империясы қандай күшті болған. 6 ғасыр, 21 жыл ұстап тұрды олар мемлекетті. Оларды да құлатқан әйелдер. Сондықтан әйелдер өте қауіпті. Егерде ол өзі дұрыс, өзіне ұстай алмай, өзі дұрыс жүрмесе. Сондықтан осы заманда әйелдерің осындай шектен шығып, ең жоғарғы дәрежеге, шарықтау шегіне жетуінің өзі бүкіл бір қоғамды ғана емес, бір мемлекеттегі бүкіл әлемді құлатады. Сондықтан Алла тағала дер кезінде ол ата жолын жіберіп тұр деп ойлаймын мен. Енді мен бір талай жасқа келіп қалдым ғой, өзім басымнан талай нәрсе өтті. Сонда салыстырып қарасам, әйел жөнделмей, қоғам жөнделмейді. Ал әйелді жөндейтін тек қана ата жолы. Әйел киіну керек, етекті болу керек, адал тамақ беру керек, барлық қағиданы ұстану керек. Сонда ғана ол тілін тияйды, сонда ғана арлы болады, жоғалған нәрселерін қайтарып алады. Алла кешірімді, мейірімді. Сондай жағдай болмаса, бүкіл қоғам, бүкіл әлем құрып кеткелі тұр. Сондықтан да Алла тағала бір жолын беріп қойды. Пайғамбардан кейінгі әлемді жөндеуші. Ол қазақ халқынан басталып тұр, осы Ақұл мен Ақжолтай. Ол кісілердің артынан ергеннің орнына соңына шырақ алып, ол кісіні соттап, сектаның бас ұйымдастырушысы деп, пәле жауып, жала жауып, үйғамаққа ұстап отыр. Бірақ бұл уақытша, ол кісінің сағы да сынбайды. Ол кісі қайта білімін, Алладан алған ілімін көбейтіп жатыр, күресіп жатыр. Ол кісілерді ешкімде атып өлтіре алмайды. Баяғыда өлтіріп тастар еді. Егерде Алла қорғамаса, Алла қорғап тұр, аруақ қорғап тұр. Сондықтан ол кісінің қазақша айтқанда мұрты да қисаймайды. Сондықтан есі бар адам ата жолына келу керек. Жанұяда мысалы үшін қаншама қыздар айырылысып, жолдан бала тауып, қазір көп әйелдер баласын лақтырып тастап жатыр. Біреу емес, 5-6 бала, 8 баласын тастаған әйелді мен неменеден көрдім. Сонда өзі жап-жас, өзі 40-қа толған жоқ. Сонда 8 баланы ойламаған. Ол қандай әйел? Ол біткен әйел ғой. Оны бітіріп тұрған не білес? Ол өзінің қателігін түсінбейді. Сондықтан осындай қоғамды жөнге салатын осы ата жолы деп ойлаймын мен. Жақсы, рахмет. Бүгінгі тақырып 8 наурызға байланысты болып отыр ғой енді. Аға жазыпты, 8-ге 3 санын қосқанда 11 саны шығады деп. Енді 11 саны Құд сүресі ғой, қасиетті меңгеретін сүре. Сол 3 қозғалысты меңгерген кезде деп әйелдердің жаңағы арақ шарабын ішетін, соны меңгерсе, соған жетсе деген, яғни ата жолындағы жалпы жасалып жатқан әрекеттің бәрі осы 3 қозғалыс. Соны меңгереміз деп, соны әрмен қарай алып жоғарғы биікке жетеміз деп күресіп жатыр. Енді ең бастысы әйелдерге айтады ғой, біздің қазақта ғана тілдік меңгеру, тілдік бізде ғана бар. Тілдік дегеніміздің өзі әйелдердің қанының тазалығы. Әйелдің қаны таза болмай, ешқашанда өмірге дені дұрыс бала келмейді. Енді келіп жатыр ғой, ауру балдар келіп жатыр, бірақ бұрынғы біздің Қабанбай батыр секілді, Абылайхан ата секілді, сондай үлкен ғұлама Абай секілді дүниеге келмей жатыр. Оның бәрі өзіміздің әйел кісілердің азып тозып кеткендігімізден. Айналып келгенде біздің бәріміз айтатынымыз сол баяғы. Бұның да бәрібір келіп тірелетіні 8-ге 3 санын қосқандағы 11-лік жаңағы Құд сүресі, жаңағы жынды қуатты меңгеру, бұның бәрі айналып келгенде осы ата жолында тұрғаны рас. Яғни сол бізге осы уақытқа дейін біз білген жоқпыз, осы жұмбақтың шешуін табу, осының шешуіне бізде жаңағы атсалысып кішкене өзімізді меңгерсек, өзіміз тәрбиелесек деген ниетпен жүрміз. Әрбір ана, әрбір келіп жатқан қыз балаға үйретіп, соларды болашақ қазақтың анасы ретінде тәрбиелеуге тиісті. Қазір біздің қоғамымыз шынымен де
Европаға еліктеп солай болып кетті. Енді жаңа жылды да біз солармен бірге әлем бірге тойлайды деп тойлап жатыр. Енді 8 наурызда тойлап жатыр. Жақсы, енді ол мереке көп болсын. Жалпы күнде мереке, жақсылық келе берсін. Жақсы сөйлеп, жақсылыққа қарай жүргенде тұрған ештеңе жоқ қой негізі. Аналарды күнде құттықтаса да артық емес қыздарымызды. Ал бірақ сол қасиетті меңгеру, ділімізді тазарту, қанымызды тазарту біздің тек қана қазақтың ұлтына берілген нәрсе. Сондықтан да қазақтың аналарын негізі етек жеңдеріңізді түзеп, жаулықты болып, жатырларыңызды тазалап, жындық қуаттарыңызды меңгеріп, мемлекетімізге, елімізге керемет, ақылды, саналы ұрпақтар келсе деген бізде ниетіміз бар, арманымыз бар. Әрбір қазақ сондай болып жатса, мысалы кезінде әлемді 6 рет жаулап алған деп айтады ғой. Сол әлемді 6 рет жаулап алған қазақ әлі де әлемді енді соғыссыз ақ өзінің осы ділдік қасиетін меңгеру арқылы, қанын тазарту арқылы, өзінің салт дәстүрін ұстану арқылы жеңіп алса деген ниетіміз бар. Жақсы, рахмет. Рахманрахим. Мынау негізі жаңағы Сарықжан апа өте жақсы айтып кетті. Бүкіл осы империяларды құлатқан әйелдерді. Сондықтан мына біздің қоғамымыз еліктегіш келеді. Еліктейді көрінген нәрсеге. Ол сылтау болса болды, той болса болды деген жаңағы сондай қағидамен көп нәрселерді сол тойға байланыстырып сөйтеді жаңағы. Негізі олай емес. Оған бір неден, биліктен бір принциптер пайда болу керек. Ол қазіргі жоқ нәрсе, ол принциптер жоқ, себебі биліктің деңгейі өте төмен. Сондықтан баяғыда бір жақын Дулатов айтып кетіп еді, кімнің қолында осы әлгі насихат құралдары қолында, солар бүкіл дүние жүзін билейді деген. Сол сияқты насихат керек. Насихат керек. Сосын принциптері дұрыс болу керек. Мысалы, той деп жаңағы әйелдер күн, еркектер күн, оның тағы кішкене той болсын деп жаңағы ойлайды. Сөйтіп ол бір дәстүр деп, қыз текелер күн деп қосып жіберу мүмкін. Сондықтан бір нәрсе, бәріміз ата жолының принципімен, ата жолының дәстүрімен болу керек. Өмірінде мысалы әйелдерді билікке тақалтуға болмайды. Егер де әйелдер күні болса, оларды әйелдер балалар күні деп атауы болу керек. Мысалы Түркияда ондай той бар, ондай не бар. Сондықтан сонда ол несі неғұрлым толық мағыналы бір ненің дәстүрге кірген әрекет болады. Соны тура сондай немен бізде қазаққа нені енгізу керек. Тойларды, мейрамды ненің әйелді бөлек неге жібермеу керек. Қыз әйелдің тойы деп өзі немен баламен байланыстырсаңыз, сол бүкіл дәстүріміз де, бүкіл әдет ғұрпымызда жұмыс істей бастайды. Сондықтан немен үкіметпен жұмыс істеу керек. Неғұрлым әлгі қорғанып, бізді қудалап атыр, етіп атыр деген өз алдына бола берсін. Негізі көп ұсыныстар үкіметке жасау керек. Әйелдер балалар күні деп. Соның ішіне бүкіл дәстүрімізді, бүкіл әйелдің қасиеттерін, бала тәрбиесінде бүкіл тәжірибесін бәрін ортаға қойып, осыны үкіметке ұсыныс жасау керек. Сосын әйелдер балалар күні деп, ол күнді атау керек. Мен ұсынысым осы.
кеше бір неде ютубтан тиктоктан көріп жатырмын да, бір мұсылман жігіт айтады, әйелдердің бізде күнде әйелдер күні дейді. Енді сондай біз аналар сыйлаймыз дейді. Бұл жерде енді иә, ана дегенде өзіміз елжірейді ғой, бұна мейрам ерекше, сондай біз енді артын ойламаппыз ғой бұрын. Сондықтан енді бұл жерде ана, енді бала күні де бар ғой жеке. Ана орны ерекше. Енді күнде сыйлап аналарды, қыздарын, қарындастарын, әйелін жүрген ер азаматтар нағыз ер азамат деп ойлайды. А былай енді тек қана 8 наурыз, о міне мына күні сондай сыйлық істеген деген сияқты. Иә, айтарларыңыз көп болсын. Жалпы осының бәрі жақсылыққа келу ата жолының қағидасы. Мен ойлаймын, енді осы аналар күнінде, осы жеңген күні деп, өзінің жаңағы жын қуатын жеңіп, ділін көтерген қазақтың мынау енді анаға тіреп тұрғасын, біздің қазақтың жерін бүкіл әлемге жаңағы қолғап қалатын осы біз болғасын, аналар ерекше болу керек. Соны санамыз ояту керек па? Сонда енді осылай айтарымыз көп болсын. Бүгінгі күнде енді бәрі де тойлап жатыр ғой. Жаңағыны айтпашы, той болсын, бірақ қазақтар күнде той болған ғой. Күнде киініп, әдеміленіп жүрген, көңіл күйлер жақсы болған. Киімінің өзі салтанатты ғой, қазақтың киімі деген. Қазіргі бекерші адамдар. Бізге айтады, қайда бар жасындар, киініп алып дейді. Мен біз күнде осылай киінеміз, мысалы. Тойға бар жассыздар ма? Тойдан кел жассыздар ма деп сөйтіп сұрақ қояды. Сондықтан қазақтар жаңағыдай. Бұл әйелдер күні деп, мысалы феминисткалар шықты ғой, әйелдер күні. Сол феминистердің егер де мысалы жаңағы әйелдер және балалар күні десе, бұл феминистер оның үшін өмірінде кірмес еді жаңағы. Мүмкін, иә. Сондықтан біз неге көзқарасымызды өзгерту керек жаңағы. Баяғы советтік жаңағы немен жүйемен нетіп алданбау керек. Ананы бәріміз сыйлаймыз. А егер де біз жаңағы ананы баламен байланыстырсақ, онда мағынасы да бүкіл жаңағы дәстүрі де өзгереді. Біз сол бағытта жаңағы жұмыс істеуіміз керек. Сол бағытта біз жаңағы насихат жасауымыз керек. Ал енді алданбау керек. Біз жаңағы сіз онда егер де әйелдер күнін айтпасақ, аналар күнін айтпасақ, ол жаңағы бір жетімсіреп нетіп қалады деген. Олай емес. Жаңағы мейрам кәдімгідей толыққанды, толық кәдімгідей мағыналы болады, егер де оны баламен байланыстырса. Неге ол? Біздің қоғамымыздың басты жаңағы кейіпкерлері деп айтайық, осы әйел мен бала. Сондықтан біз соны дұрыстауымыз керек. Сол дәстүрді жалғастыруымыз керек. Жақсы. Ол үшін жаңағы мемлекетпен жұмыс істеу керек. Жақсы, рахмет.